Жұмысқа жаңадан кірген жас инженер жиналыс кезінде үстел үстіндегі газетке қарап отырып, кенеттен орнынан ұшып тұрып, «Құрыдым, масқара!» деп жүгіріп бөлмесіне кіріп кетеді де, есігін құлыптап алады. Барлығы не болған білмей абдырап қалады. Фирма басшысы жиналысты тоқтатып, «Оған бір нәрсе болып қалды ма? Абайлаңдар, өзін-өзі өлтіріп жүрмесін» деп алаңдаушылық білдіреді. Қалғандары өз пікірлерін айта бастайды. Білесіздер, бүгін биржа тұрақсыздыққа ұшырады, оның үлкен үлесі болған шығар. Енді бірі, пайызбен репо болуы мүмкін, 200%-дан асты деп пікірлейді. Тағы бірі, кеше доллар ауыстырылатынын айтқан болатын. Бүгін доллар курсы күрт көтеріліп кеткендіктен миллиардтар жоғалтқан болу керек. Сіздер қателесесіздер. 3 күн бұрын аванс алған болатын. Мұндай нәрселерден проблемасы жоқ. Не болса да әйеліммен ұрысқан шығар. Солай, әйелін кеше көрдім, дөрекі біреу болатын. Сонда фирма директоры тұрып, әңгімемен уақытты жоғалтпайық. Бір сәтте тапаншаның даусы шығуы мүмкін іштен. Директордың сөзінен кейін фирманың барлық қызметкерлері инженердің есігіне барады. Директор жылы сөзбен: «Инженер мырза, бауырым, қате әрекет істеме, білесің, бұл дүние өткінші. Бір күні онсыз да өлеміз». Инженердің бөлмесінің есігі болаттан жасалғандықтан не істесе де сынбайды. Іштен ешқандай да дыбыс шықпайды. Өрт сөндірушілерге хабар берілді. 6-шы қабаттағы бөлменің терезелерінің астына брезент маталар керіліп, теледидар операторлары тікелей эфир түсіруге дайындалып, адамның сыртқа секіруін тілеп тұрады. Инженер 10 минуттан кейін есікті ашады. Жүзі нұрланып, еш нәрседен хабарсыз түрде есіктің алдындағы тобырға қарап, «Екінті намазымның уақыты өтіп кетуге сәл-ақ қалыпты достар. Әйтеуір үлгердім-ау» деп жауап берген екен.